Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Мен Тегілбаева Дәметкен Ерболат қызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгін сіздерге өзімнің каналымда әлеуметтік желілерде көптеп қолданылып жүрген туылған күніңмен сөзінің дұрыс тілдік нормамызға сай нұсқасын айтатын боламын. Сонау әдебиетімізге көз жүгірсек, ондағы мысалдардан алып қарайтын болсақ, мысалға Абай Құнанбайұлы туғанда дүниесігін ашады өлеңмен жер қойнына кірер денең деп туған сөзін қолданып тұр. Сонымен қатар ақиық ақын Мұқағали Мақатаев та өзінің өлеңінде бүгін менің туған күнім ойпалай, мына халық неге жатыр тойламай деп бұл да туған сөзін қолданып тұр. Ала беретін болсақ, Қасым Аманжоловтың өлеңінде де, өзге де ақындардың өлеңдерінің барлығында дерлік туған сөзі қолданылған. Бұл орайда академик Рабиға Сыздықтың тұжырымын келтіретін болсақ, ғалым былай дейді: қазіргі таңда туды, туылды сөздері жарыспақ қатардан қолданыстары пікір таласын тудырып келеді. Пәленше пәлен жылы туды дегенде қазіргі таңда туылды деу активтеніп барады дейді. Егер тілдік жүйеге сәйкестікті қуалайтын болса, туылу сөзі дұрыс, туатын ана, туылатын бала, туылу ырықсыз етіс деп көрсетеді. Профессор Нұргелді Уәли туған сөзін туылған сөзінің орнына қолданылуын қазақ тіліндегі озыстық норма ретінде көрсетеді. Қазақ тілімізде қарайтын болсақ, туған туысқан, туған апасы, туған інісі, туған ел, туған жер деген сынды сөздер де бар. Ал озыстық норманың не екеніне келетін болсақ, озыстық норма дегеніміз тілдік нормаға қайшы келгенмен тілдік қолданысқа енген сөздер қатарын айтады. Жазушы, филология ғылымдарының докторы, қазақ әдеби тілін зерттеуші, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұхтар Мағауин өзінің туылған мен өлінген деген мақаласында да туылған сөзінің өте ерсі айтылатынын атап өткен. Ол туылған тіл мәдениетінің айна қатесіз жаңа бір өлшемі. Туылған жүрген жерде сауат та түйсік те жоқ, қарағасқа надандық қана бар деп өзінің өкперенішін, солай қолданатын адамдарға өкперенішін білдірген болатын. Ендеше туылған бар болатын болса, онда өлінген де бар деп көрсетеді. Біз әрине өлінген ретінде қолданбаймыз, өлу деп түсінеміз, өлу деп айтамыз. Енді туылған деп айтатын болсақ, онда өлінген деп айтайық деп Мұхтар Мағауин өзінің ішіндегі ренішін осылай білдіреді. Осы орайда туылған күн деген сөзі неге қазақтарда активтеніп жиі қолданысқа түсіп жатыр деген ойым мазалап тілдік семьяны қарадым. Сол кезде біз қазақ тілі қыпшақ тілдер семьясына жататын топпыз. Осыған қарай тағы да көрші тілдердің қалай туған күн сөзі көрші тілдерде қалай айтылатыны жөнінде қарадым. Сол жерде мысал келтіріп өтейін. Татарша туған күн, басқұртша туған күн, сібірше туған күн, ноғайша туған күн, құмырша туған күн. Бұлардың барлығы да қыпшақ тобына, біздің қыпшақ тобына жататын тілдер қатары. Ал енді қырғызша туылған күн, ұйғырша туылған күн, өзбекше туылған күн, түрікпенше туылған күн. Мүмкін бізге көптеп оралмандар келіп жатқан себепті туылған күн айтылуы біздің тілімізге сіңіп бара жатқан, бір қолданысқа сіңіп бара жатқан, активтеніп бара жатқан өзге тілдің сөзі секілді. Бөгденің тілімен не өзгелердің ықпалына ұшыраған шұбырала тілмен жүре беретін болсақ, ендігі 50 жылда қазақ болып туғанына мақтанатындар емес. Әйтеуір кімнен болса да бәрібір біреуден біреу болып туылған мақтан тұтатындар өмір сахнасын билейді деп, ықылым заманнан келе жатқан салт дәстүріміз, тарихымыз, дәстүр шежіреміздің күні бір уыс болады. Тілдік әдеби нормаларымызды сақтап, бір-бірімізді әдемілеп, туған күніңмен деп құттықтайықшы дегім келеді. Тіл жоғалса, бүкіл ұлт жоғалады дейді. Сол себепті тілімізді дұрыс қолдана білу әрқайсымыздың парызымыз. Мұнан дейін қарағандарыңызға рахмет, барлық таныс тамырларыңызға таратыңыздар. Рахмет, каналға тіркеліп, пікір бөліміне пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.